Бүгін Мыңбала хаус Семей қаласында. Және де Семейдің дарынды жастарымен танысудамыз. Егер де сен мен сияқты спортпен айналысып фитнес болып жүрсең, егер де сен мен сияқты аспапта ойнап ән айта алсаң, егер де сен билей алсаң, және де качество видеолар түсірсең, алар орны егерден дәл мен секілді өлең құрап шығармашылыққа жақын болсаң, Онда сен Мыңбала хаус кастингіне келіп, мықты команда мүшесі бол. Біздің Мыңбала жобасы бүгін мәдениетіміз бен руханиятымыздың, әдебиетіміздің өнер ордасы Семейге де келіп жеттік. Семей жастары! Өзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бізбейді іштегі ғашықтық жарасы. менің аты жөнім Серік Мағжан болады. Осы Семей қаласында білім инновация лицейінде оқимын. Жасым 18-де. Негізінен білім саласымен айналысам лицейде. Бірақ барынша жан-жақты дамуға тырысып, басқа өнерлер болсын, спорт болсын, бәрімен айналысамын. Жалпы өнерден, спорттан ауыз толтырылып айтақтай жетістіктерің бар ма? Иә, спорттан да көп жетістіктерге жеткем. Мысалы айтайын, білім саласына айтайын. Елбасы медалінің қола жүлдегері алғамын, және де Қазақстан бойынша топ 100 оқушысы номинациясын алдым. Және де республиканский эссе жазудан, өлең құраудан бірінші дәреже дипломдар алғам, төсбелгі алғанмын. Қазір білек таныс билей алам, шафл бұрында билегім. Сосын абай оқуларына қатысқам. Өзім абай оқуларынан лицей бойынша бірінші орын алғам, бас жүлде. Ал облыстан бойынша абай оқуларынан үшінші орын алғам. Абайдың өлі өлеңін білем жатқа. Мәнерлі оқу бар. Сосын кубик құра алам, футбол, баскетбол, волейбол бәрін ойнай алам. Футболдан республиканский жарыстардан үшінші орын алғам. Футболдан капитан болғам, командамен барғамыз. Және кітап оқуын қатты жақсы көрем. Шамамен 50 кітапты оқыған шығармын өмірімде. Күнде инстаграмда былай дамытқан мен, дамытқан жоқпын, біраз бар. Челлендж бастағам. Күніне кем дегенде 20 бет оқимын. Солай биыл жылдың басынан бастағам, әлі жалғасып келе жатырмын. Сосын 5 тіл білем. Курстарға қатысқам, Танапбектің тоже. Библиография, басқа көшбасшылық, бәріне қатысқам. Домбыра, гитара, сол. Және кітап оқудан 3 планшет ұтып алғам, бірінші орын. Абай оқуларына қатысқам, сосын ЮНЕСКО клубының мүшесімін. Сосын эссе жазу қатысқам, республикасы тоже алғам, 2-ші дәрежеде. Олимпиадаларға қатысқам, футзал. Қарасын қызған шағым менің, қызғана бересің. Айымды еркелетсем, жымиып күлесің. Көп жұлдызға кетпеймін, оны да білесің. Бірақ бәрі бір мені қызғанып келесің. Жұлдыздары санап, басы ауыртпаймын. Жарығым менің айым, мен сені қалаймын. Тыңда мені ақымағым, саған айтамын. Басқаға кетпеймін, сені мен қаламын. Неге мені жаным, қызғанасың, осы үшін талай ренжіп қалғансың, тек сені сүйемін. Енді сенде маған деген өзгермейді көз қарасың. Өзің спорттан да, мәдениеттен де, оқудан да озат екенсің. Көптеген республикалық жарыстардан топ жарып жүр екенсің. Енді осының бәріне уақыт қалай табасың? Енді қазір жастар көбіне сол уақыт жетіспей жатады деп айтып жатады. Сен қалай табасың? Негізі мен хоббиімнің ең бір жақсы хоббиімнің бірі ол кітап оқуда осыған дейін. Көптен жетістікке жеткен адамдардың өмірін оқыдым. Соны ең бастысы ерте тұру. Мен қазір кезде күнде 5-те тұрамын. Күнде 5-те тұрам, сосын жүгірем. 2 километрде жүгірем, сосын кеп душқа түсем сразу күнде. Сосын арқарай 6-7-тен баса өмірім жалғасады солайынан. Қандай кітап оқуға кеңес беруші едің? Ең бірінші лайфхактар деген Данияр Жігітбектің кітабы. Екіншіден атым әдеттер деген, соны оқуға сіздерге кеңес беремін. Әлеуметтік желілерден өзіңнің алатын дүниелерің бар ма негізі? Әрине көп. Мысалы мен Instagram желісін қолданамын. Ол жерде өзім үшін челлендж ұйымдастырғам, кітап оқу. Бұл жерде күніне өзімнің оқыған беттерімді салып отырғам. Бұның мақсаты 365 күн деп айттым.
яғни күніне 20 беттен кем оқымау керекпін, оқыған беттерін күніне салып отырамын. Солай мен сол арқылы көптеген балалар шақырдым, өзім достарым, ағаларым, бауырларым, о да осы челленджге қатысып жатыр. Және де осы Инстаграмнан көптеген білім алуға болады, егер өзің қаласаң, білім алуға, спортпен шұғылдануға болады. Инстаграмнан яғни қандай пайдалы ақпарат алсаң, бәрі бар ішінде негізі қазіргі. Аты жөнім Туралы Санжар. Өзің туралы толығырақ айтып бер. Мен Алматы облысында туылғанмын, негізі Талғар ауданы. Осы жерге оқуға келгем Семейге, Шәкәрім университеті. Шәкәрім университеті, негізі Алматы облысында тұрасыңдар, Алматыда емес? Алматы облыс, Талғар ауданы. Қашан оқу бітіресіңдер? 4 жылдан кейін болған. Бірінші курс оқисың? Шәкәрім университетінде. Мамандығың қандай? Мамандығым қазақ тілі әдебиеті мұғалімі. Қазақ тілі әдебиеті мұғалімі. Немен айналысасың өзің? Мен ба? Пародиямен айналысамын. Пародия? Қандай жарыстарға қатыстың? Көбінесе поэзияға қатысқанмын. Өлең шығарасың ба, әлде көркем? Екеуін де істей аламын. Өлең шығардың, көркем оқисың. Қандай байқауларға қатыстың? Көптеген халықаралық байқауға 3 рет барғанмын. Сол толығырақ айтып берсең? Ол кезде өлең оқудан барады. Таныстырайық, 2 рет өлең оқу, 1 рет пародиядан барғанмын. Халықаралыққа. Аш жүлде алғам. Осы қыздар киноға қараған сайын өздері сыланып мәз болады дейді. Ал мен үшін түрім болса мынау. Атымды да жетістіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз кету үшін келгенбіз. Диалог салып көрейін ба? Енді бір вайн болмасын да бір ойға қонымды бір нәрсе жасап көрейін. Ата қалай ойлайсыз, маған бір бата беріп жүріңізші? Ей шырағым, қатарың алды болмақ өстет, қатарың соңы болмас өстет дейді. Қатарың ортасына қазық болып қағыл шырағым. Ой, ата қатарымның артынан қалмай жатыр мен. Айфон алып жатырмын, Lexus машина алып жатырмын, бәрін алып жатырмын мен. Ей шырағым, кедей мен байды қатар қоятын не нәрсе? Ол 5 уақыт намаз шырағым. Содан қалмасаң ол шырағым. Дүниемен жарыс деген жоқпын саған деген соң. Поэзия. Поэзия оқып берейін ба? Ал мендегі ғаламат сезімді көрсең, сен шошыр едің. Сен сонда ойланар ең, толғанар ең, бармақты тістеп тұрып. Мендегі ыстық жалын бойыңа күш боп кіріп. Тұрар еді сен түгіл тасты лаулап. Көзіңді жатар еді жұлдызды аспан аунап. Сен мендегі достықты көрсең, қалтқысыз сене тұғын. Қайғыңды көтеруге, қайғысыз көне тұғын. Тек қана сол болар еді, түсімене тұғын. Сен мендегі бауырмалдықты көрсең, баурайынан бар таудың селкүреген, желетімнен желкен боп желбіреген көлдіргі айналар ең, көктемде мөлдіреген. Сен мендегі махаббатты көрсең, тұратын кіршік түспей, жүрегің қалмас еді бір рет ыршып түспей. Шошыр ең, қыдыретті бұл сезімнен. Туған жермен адаммен аймаланған, онда сен дерең сөзсіз. Мынау иттің баласы мұнша байлықты қайдан алған? Сенің актер болуыңа ата-анаң қарсы емес па? Қарсы болған негіз басында. Актер болмайды деген секілді. Болмайтын нәрсе де. Бәрі актер қазір деген секілді. Бірақ қазір енді рұқсат береді. Түсе беруге кез келген жерде. Былай негізі мен жүргенікке тапсырайын деген, бірақ рұқсат болмады. Рұқсат бермеді. Жалпы енді қазіргі таңда жастардың көбісінде расымен былайша жалпақ тілмен айтқанда көтерілу үшін үлкен қалаларға бару керек. Ал Алматы, Астана. Ал сенің көзқарасыңда қалай? Осы Семейдің өзінен көтерілуге мүмкіндік болады ма? Осы Семейден мүмкін емес шығар өйткені. Неге? Бар, көтерілгендер бар, бірақ көбінесе Алматы. Өйткені Қазақстанның Голливуд Алматы. Өзім дубляж актер болғым келеді, сосын театр актері болғым келеді. Театр актерін кішкене дамытқым келеді, өйткені театрға ешкім қызықпайды да қазір. Көбісі киноға қызығады, кинотеатрға барады, бірақ театрға бармайды көбісі. Жалпы өзің апта не болмаса айда неше рет театрға барып тұрасың? Театрға жылына барып тұрамын осы. Енді неге өзіңнен бастамасқа?
менде мүмкін емес болып жатыр да жағдайдың бәрі. Қазақ контентін көтеру үшін бұл жерде былай да біз көтеріліп бара жатып сосын орысша сөйлеп кету деген әңгіме болмасын. Яғни қазақша сөйлейік деген сияқты. Қазақша сөйлеу өзіңнен баста дейді ғой. Бірінші өзіміз қазақша қызықтырып аламыз да, содан кейін халықтың бәрі қазақша қызыға бастайды. Мысалы бір хауыстар болады, жақсы келеді да, сосын орысша түсіріп кетеді, ағылшынша түсіріп кетеді. Біз қазақша соңына дейін қазақша. Егер орысша болған жағдайдың өзі субтитр болу керек та. Әртүрлі өнерлер көрсетіп, не болмаса ешкім жасамаған нәрсені жасау керек қой. TikTok'та көбінесе ешкім жасамаған, қайталанбаған нәрсе болу керек та. Сен жалпы Семей қаласында қазақ тілін қалай дамытушы едің? Дамытқанда сол адамның өзіне байланысты, мен дамыта алмаймын да оны. Мен өзім қазақ болып жүгіріп жүрсем, онда ешкім маған атсалыспаса, онда өзім жалғыз болып қаламын да мен. Бір тамшы су болып қаламын да көлге. Сондай әңгіме болады. Менің есімім Жүніс Заңғар, осы Семей қаласында тұрамын. Қазіргі таңда жеке кәсіппен айналысамын. Бірақ мен өзім бала кезден осы творчествоға бар ғой. Творчествомен айналысқым келді, бірақ өкінішке орай онымен айналысқан жоқпын, себебі бала кезден иногда кейбір комплекстар деген сияқты, басқалар қалай ойлайды деген сияқты түсіндім де, сонымен қатар ақша табу керек болды. Сол үшін де мен коммерцияға кетіп қалдым. Ал қазір 2022 жылы өзімнің балалық арманымды орындауға, творчествоға кірісуге бастадым. Балалық арманымды кірісті. Менің балалық арманым ол атақты даңқты болу. Мысалда сонда мен басында негізі актерскийді таңдадым бала кезден, бірақ қазіргі таңда актерскийден аздап алшақта кеттім, себебі басқа журналистика саласында жұмыс істегім келеді. Себебі мен актерскийден қарағанда журналистика саласында бағындырар шындарым көп деп ойлаймын. Блогерларды шақырып халыққа бір басқа жағынан, жақсы жағынан қызықты болатындай жасағым келеді. Шоулар, солар. Сонымен қатар мен сценарий айттым ғой, бала кезден мысалда киноға қызықтым деп, киноға, сериалдарға, сондайға. Соған байланысты қазіргі таңда мен сценариялар жаза аламын, мысалда әртүрлі идеялар, мысалда шағын короткометражный кинолар болады ғой, мысалға, сондайға аздап сценарий бәрін жаза аламын. Сонымен қатар мысалға мен TikTok House'та өзімнің TikTok House, мың бала TikTok House'на нақты өзімнің мақсатымды білемін. TikTok House'қа берсам, мысалға мен қатысушы болсам, обязанностьтар болады, мысалға TikTok House'ның өзінің міндеттері бар, бізде де міндеттері бар. Сол сияқты мысалға айтады, күніне общий группамен 5 видео түсіресің, жеке каналына 5 видео шығу керек сияқты. Мен соны білемін, біз оны берсе енді қатысушылармен түсірсек, одан бөлек анда көп уақыт болады ғой. Басқа қатысушылар болады, мысалға басқа қатысушылардың басқа да өзінің идеялары болады. Мен білмеген нәрсені олар біледі, олар білмеген нәрсені мен білемін деген сияқты. Соның бәрін қосайық емес. Сол мың бала хоста үйінде 20 қатысушы болады ғой. Соның бәрімен бірігіп, былай бір қазақша тілде контент жасаймыз деген мен мотивациям өзім. Мен адами ретінде басты мақсатым ол Қазақстандағы адамдарға біраз болсын көмектескім келеді. Мысалға халыққа біраз көмек бергім келеді. Мысалда айына бір рет болсын 5-6 отбасыға мысалда бұйырса, енді болашақта көмектескім келеді. Мен балалармен жұмыс істеймін, яғни детский машинкалар, мороженое, сладковаттармен айналысамын. Сонымен қатар сезонный жұмыстармен істеймін. Мысалда Новый год, 8 март, 14 февраль деген сияқты, немесе мысалда күзде мысалда бір тренд бір болып кетсе, соны жасаймын мысалға. Немесе күн аяқ астынан суыт қар қатты жауып кеткен жағдайда болады ғой, күрек сату деген сияқты. Сондай қандай сезонный қандай жерде не керек, мен сонымен айналысам ғой. Жалпы енді өзіңнің қолыңда мүмкіндік болса, қазақ тілінің қолдану мәртебесін қалай көтеретінің? Қазіргі таңда жас балалардың барлығы интернет желісінде отырады, TikTok'та, Instagram'да, YouTube'та. Сол себептен де барлық жағынан блогерлар деп ойлаймын, себебі адамдар көбінесе билікті көрмейді ғой, мысалға блогерларды қарайды. Сол үшін де блогерлардың барлығы қазақ тілінде контент жазса деп ойлаймын. Мысалға контент сөзін өзін қазақ тіліне аударуға қажет деп ойлаймын. Бақтарына сәлем, менің есімім Қайдарова Азиза. Мен оқу бітіргенмін, мен жасым 22-де. Қайда бітірдіңіз? Шәкәрім университетінің психолог мамандығын бітіргем. Грант оқыдыңыз ба? Жоқ. Өзіңіз қай жақтансыз? Семейден. Семейденсіз. Қазір немен айналысасыз? Жалпы мен той саласында биде жүргем. 11 жылдай биге қатысқам. Сосын 4 жыл ол мен енді оқыған соң ойладым, что хотя подработка ретінде өзіме ата-анама көмектесер ретінде тойға шығып жүрген биге. 11 жылдай бимен айналыстым. 11 жыл той айналыстыңыз. Қандай стильдегі билерді? Стиль бүкілін билей аламын.
ең басында мен жалпы хореографияға кетем деп ойлағам 11-ші сынып бітіргеннен кейін, бірақ ата-анам ол жұмыс емес, басқа бір мамандық таңда деп айтты. Сол кезде мен өзім жалпы психолог мамандығын бітіргем. Өзіме психология да жақын, бірақ бір жағынан биді де қатар алғым келеді. Семей қаласының сіз үшін басқа қалалардан артықшылығы? Семей енді менің өзім туған қалам. Мен өз туған қаламды жалпы басқа қалаға айырбастағым келмейді. Бірақ бір жағынан бірінші басқа қалаға барып үйреніп алып, сосын Семейге келіп қайта оралуым мүмкін. Биден болсын, өміріңізден болсын шығармашылық табыстар тілеймін. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Мен есімім Дилназ. Мен осы Аягөздікпін, осында оқимын, осы колледжде 2-ші курс, переводчик ағылшын тілін. 16 жастамын. Негізінен осы колледждің сайыстарына, мерекелерінде ән айтып жүрем. Ән айтқанды ұнатам. Если б ты мог понять, что в душе моей, как летит оно вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, je ferai quoi, offre-moi de personnel, je ferai quoi, Amanur à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offre-moi de tout refaire, je ferai quoi, Менің аты жөнім Нұрғали Нұрлан, жасым 17-те, осы Семей қаласында туылып өскем. Мамандығым техник-механик, автомех колледжінде оқимын. Жалпы өзің немен айналысасың бос уақытыңда? Бос уақытымда мен ноутбуктан мобилография қатысты өзіме керек жарақтардың бәрін, пайдалы істердің бәрін алам. Қосымша сол ақпарат алам. Мобилографиямен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды, оны қайдан үйрендің? Ең басында мен Қыран Талапбектің курсын алып едім. Және де осы мобилографиямен айналысып жүргеніне бір 5 айдай болып қалды. Мобилография ол бір кез келген нәрсені ол телефонмен шедеврмен жеткізу білу. Аты жөн. Өзіңіз туралы айтып берсеңіз? Мен өнерім, ән айтам. Мен Мұқан Төлебаев атындағы музыкальный училищеде 2-ші курс студентімін. Мамандығым гитара. Жасым 16-да. Гитара бойынша, гитарада ойнау бойынша оқисыз ба? Иә, мамандығым гитара. Әлеуметтік желілерде отырасыз? Отырам, иә. Қандай? Бірақ түсірмеймін көп. Әлеуметтік желіде отырам, иә. Гитарамен ән орындап концерттерге қатысасыз ба? Иә, қатысқам. Бірақ қазір көбінесе оқудамыз. Аллаң боп жаным жүредім, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп, армандарыма үмітте баяғы, таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Жылуын сезбей күніңде бозарып тоңып жүрдім мен. Сағыну деген күйді де мүлдем ұмытқанымда, жеңіліп санамнан, жай таба алмай ғаламнан. Бәрінен көдер үзіп жүргенде, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы
жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Қабылахметов Даниял. Даниял, иә? Иә. Мұхан Төлебаев атында 2-ші курс студентімін. Үрмелі аспап трубада ойнаймын. Үрмелі аспаптан? Иә. Гитарада ойнайсың? Иә. Қаншаншы курс оқисың? 2-ші курс. Тоже 2-ші курс. Қай жақтансың сен? Семейден. Семейдің өзінен? Семейдің өзінен? Жоқ, Аягөзден, бірақ Ошақта тұрам. Қазір ауыстым. Ошақта тұрасың, отбасымен бәрін, иә? Иә, осында. Сен жасың? 16-да. 16-да. Аты-жөнім Оралғазин Байгерім. Жасым 20-да Шәкәрім атындағы университетінде қазақ тілі әдебиеті мамандығында оқимын. Қай курс? 3-ші курс. Айта беріңіз. Жалпы мен өнерге қызығам, театр дегендер нәрселерге. Өнерден алыс емеспін, негізі өзім поэзия оқимын, осылай. Мамиографияға да тоже қызығам, қызығушылық бар. Не түсіресіз? Мысалға да кеше группамен Жетебайға барғанбыз, сол туралы түсіріп, өзім бір қысқаша видео жасаған болатын. Жалпы сондай жиындарға барғанда, сабақта отырғанда, үйде істегенде түсіріп, өзім неметем қосымша блог түсіріп, сөйтіп. Осы Семейдің өзінен. Ауылыңыз Семейдің өзінен бе? Семейдің өзінен емес, Семейде туылған. Жалпы осындай. Қазір бізге не орындап бересіз? Поэзия оқып бересіз ба? Поэзия оқиын онда. Сен көктемнен бірге еріп келген жоқсың, мені де алтын жалатқан торғамады. Жалғыз сәтке сияма жылдыған сар, қолдан келсе жүрекке құлбырау сал. Бұл күндері бағым гүл, торым алтын, мен салатын ән неге мұндылау сәл. Семей қаласындағы кастинг туралы қысқаша айта кетсеңіз. Біз қазір енді Абай облысы бойынша кастинг өткізіп жатырмыз. Семей қаласындағы кастингті бүгін аяқтадық. Мынау көпсалалы колледжде өткіздік. Әртүрлі жоғары оқу орындарынан балалар келді, жұмыс істеп жүрген балалар да келді. Бізді қуантатыны ішінде мобилографтар да бар, кәсіби бишілер де бар, кәсіби әншілер де бар музыкалық колледжден, кәсіби аспапта ойнаушылар, оркестр мүшелері, және де бұған дейін түрлі жанрда блогтар түсіріп, бұған дейін өздерін қалыптастырып, танымалдыққа ие болып қалған блогерлер де келіп жатыр. Мысалы үшін Семейге белгілі Заңғар деген блогер келді, және фитнес блогерлер келіп жатыр. Оларды өздерін әрі қарай оқып дамытқысы келеді, және қазақ тіліндегі контентті дамытып, өздерін жоғары деңгейде көргісі келеді. Менің ойымша Мың бала хаус осындай, дәл осындай балаларға мүмкіндік беретін алаң. Сол себепті алда енді балалардан нәтиже күтуін сұраймыз. Біз әлі де алда Қарағанды, Жезқазған, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкент, Алматы қалаларын, Қонаев қаласы бар, Талдықорған қаласы бар, осы және Батыс Қазақстан облысы бар, Атырау облысы бар, Ақтөбе бар, одан бөлек Ақтау бар. Осы өңірлердің барлығын аралап, ең мықты, ең креативті деген жастарды жинаймыз. Бізден нәтиже күтіңіздер.